Менің қызыл армиям, сағынып қалдыңдар білемін. Мен де сендерді қатты сағындым, жандарым. Қазір өте көптеген жұмыстар болып жатыр да менде ше. Личный өмірімде. Қазір мен керуенге бару керекпін. Босануға дайындалып жатырмын енді ше. Почему-то ешқайсы менен сұрамайды, қашан босанасың деп. Я думаю, из-за того, что мен легкая, позитивная, жизнерадостная болып жүргеннен кейін, көрдіңіздер ма? Сіздерге де менің жеңіл аурам, энергиям беріледі да. Көптеген блогерларды байқаймын да, деп жүргеннен кейін оқырмандары да қашан босанасың деп ше, сұрақты жаудырады, сосын олар ренжиді. Неге осы сұрақ қоя бересіңдер? Босанатын уақытында босанам деп. Хотя шаруалары жоқ өздерінің. Деп сарлап, ана елдің бәріне ауыр энергиясын бергенінде ше. Неге мен бұл тақырыпты қозғап жатырмын да? Өйткені тағы да айтамын. Сенің ішкі жан дүниең, ішкі жаның, энергияң ол сыртыңа, бетіңе беріліп тұрады. Максимальная, легкая, жизнерадостная, позитивная, на энергия болсаң, ол өзге адамдарға көрініп тұрады. Ешкім сені андай жаңағыдай жертва күйіне түсіп, аяп, қашан босанасың, бейшарам-ау, ойбай деп сұрақты да қоймайды. Маған бірде-бір оқырманым осы сұрақты қоймады. Хотя мне уже скоро кішкентай ғана уақыт қалды рожать. И, кстати, мен именно неғып қимылдамай қалды. Штатив сатып алған, былай қимылдайды, былай битсем битет, в общем. Вот такие вот делишки. Енді мен мына разбормен сен миыңды шайқағым кеп тұр. Тағы да оятқым келіп тұр. Өмір бергім кеп тұр бір разборыммен. Мен енді пример келтіру арқылы разбор жасаймын. Тұлғаны көрсету арқылы, танымал тұлғаны көрсету арқылы сенің миыңды шайқайтын боламын. Өйткені саған осылай жасалынған разбор миыңа тезірек жетеді. Мен оны білемін уже. Смотрите менің штативімді. Аля! Тропаля! Күшті, қимылдасам, қимылдайды. Вот. Возможно, екі бөліп түсіремін мынау разборды. Возможно, потому что мен қазір кету керекпін уже 10-15 минутта. Өтініш. Татең старается ма? Еңбегін бағалап, реакция қалдырып, дайрекке сообщение жаз. Ішкі жан дүниеңмен бөліс. Өйткені мен әр қайсыңның сообщенияларыңды оқимын. Сыған дәлел, көз алдарыңызда жүрген атақты мен деген қыз келіншектерді, байқайсың, бірнеше жылдан кейін сол сахнаға сол әнімен шықса да, жанарында оты жоқ. Бұрынғыдай энергиясы жоқ. Бұрынғыдай тартпайды. Сен ойлайсың, не болған мынаған деп. Кезінде от еді ғой деп. Неге қазір мені тартпайды бұл деп. Өшкенін сен де сезесің, және басқасы да сезеді. Өшіп қалғанын ол өзі де сезеді, негізінде. Вот. Мен сіздерге 2000 жылғы суперзвезда, секс-символ Ализе дейміз біз оны. Осы қыз туралы разбор жасағым келіп отыр. И сол арқылы шайқаймын. Негізі бүгінгі разборым менің жасынан кәрісіне дейін барлық қыз келіншектерге пайдалы, керек разбор болатын болады. Главное, жүрегіңе жетсе, жүрегіңе жету арқылы миыңа жетіп, оны қорытып, қорытынды шығарып, өзгеруіңе бір қадам жасасаң болғаны. Өйткені мен бірінші қадамды жасап тұрмын. Сен маған 2 қадам жаса. Хорошо? Вот. Қазір от болып жүрсең, маған қатысы жоқ, мен так отпын ғой дейтін шығарсың. Но өмір деген қызық ташы. Қазір сен отсың, ертең шоққа айналмауыңа кім кепіл? Сондықтан да осы бір от энергияңды сақтап қалуыңа өте үлкен септігін тигізетін разбор. Және де шоққа айналып, қандай себеп болды менің өстіп өшіп қалуыма, не қай жерден қате кетті деп отырған келіншектерге де өте зор разбор болады. Зор. Ализенің туған жылына, туылған еліне, жеріне, ата-бабасына тоқтамаймын, білесіздер. Коротко и ясно болу үшін тек оның
психологиялық состояние души и тела, жан дүниесіне, тәніне біз тоқталып разбор жасайтын боламыз. Мимика, портрет души, портрет внешности, не ішкі жан дүниең сырттан берілетінін сен бүгін түсінетін боласың. Қай адамның ішкі жан дүниесі қандай состоянияда, ол тікелей біздің тәнімізден, денемізден, келбетімізден көрініп тұрады. Барлығы көрініп тұрады. Түсініп жатсың ба? Сондықтан да дәл қазір айнаға қарашы. Сенің келбетің қандай күйде? Фигураңшы. Вот. Ол жан дүниеңнің состояниясы, жаным. Французская певица, танцовщица Ализеге тамсанбаған еркек жоқ. Суы ақпаған противоположный пол жоқ. Не только противоположный пол, но и әйелдер тамсанатын. Вот қарашы, женская сексуальная энергияның күші мен құдіретін. Просто клипін көрген кезде өмір сүруге деген желаниең вечный болады ғой. Пылесос ететіндер сонымен разбор жасағанда. Вот. Через камеру ананы қайта-қайта көре бересің, бір магический, білмей, бір выступлениясының өзіне қайта-қайта жығыты бата, лақури баша қарама, муканинатта, деп билей бересің, анадан қайталап бүйтіп қимылдай бересің, өмір беріп тұр ғой. Несімен тартты десең, сразу айтайын. Бірінші, невинная красота, невинная сексуальность, яғни разврат жоқ. Но она такая сладкая, но она такая притягательная, что через экран хочется облизать ее. Еркектер енді бар ғой, күйлерін айта алмаймын мен. Мен әкемнен бастап, інімнен аяқтап, оның ішінде байым бар. Бәрі ананышы без перемотки көретін ғой. Ана клипті, әнінші. И бірнеше жылдардан кейін сол Ализе тиктокта тарады, одан кейін ютубта сол әнімен шығып тұр, бірақ мүлден басқа Ализе емес уже, Ализе ма бірдеме болып кеткен. Вот, недавно тиктокта 40 жасар Ализемізді көріп қалған кезде барлығымыз вахой болдық. Ебать, мынау сол қатын ба, сол қыз ба, сол сладкая қыз ба деп. И комментарий толып жатыр. То енді не демекшісіңдер, енді возраст все-таки берет, деп 40 жаста ғой, енді бұрынғыдай 16-да емес. Уже болды, қартайғаннан кейін тартымдылығы бәрі кетті ғой, ол уже үлкен қатын ғой, деп ше. No. Алло, как бы здрасте, приехали, да. Мәселе жаста емес. Женская сексуальная энергия жасты таңдамайды. Түсініп ба енді? Қандай қыз болмаса, былай беріден қарай дейікші. Біреулер түсінбей, апа деп отырады қазір. Вот. 40 деген ол, сен тәте болдың, 40-қа келдім, мен қартайдым, 40-қа келдім, мен кәрімін деген әңгіме емес. Яғни әйелдің тартымдылығы жас аралығын таңдап отырмайды. 40-қа келді деп әйелдің бойынан сексуальная энергия өзіне кетіп қалмайды. 40-қа келіпсің ғой, айтпайсың ба, деп ше. Женская сексуальная энергия 40-қа чар бар. Не керек саған сексуальная энергия деп бүйтіп ішіңнен бүйтіп шығып кетпейді ғой. Жаныма ол шықпайды. Просто өзің шығарып тастамасаң. Бұл жерде Ализа өзі шығарып тастаған сол бір энергияны. Өзі өлтіріп алған. Өз қолымен өзі таптап тастаған. Сол бір алауды, сол бір отты, сол бір тартымдылықты, сол бір тәттілікті, сол бір әйелге тым қатты жарасатын женская сексуальная энергияны. Түсініп отырсың ба? Яғни все очень просто. Сол бір энергияны өлтіріп алатын өзің, қорғамайтын өзің, шығарып таптап тастайтын өзің. Және де өзіңе сай келмейтін өзге энергияны бойыңа тартып алатын да өзің.
Конечно, біз оправдываем себя, потому что очень больно. Признавать больно, мойындау қиын да. Я, мен өзімді өлтірдім деген. А біз табамыз причиналарды. Мен байым, менің енем, абысыным, мынау бір менталитет, я не знаю, анау қайтыс болды, сол маған септігін тигізді өзгеруіме, жақын адамнан айырылдым, анау бетіме түкіріп кетті, бүйтіп кетті, сөйтіп кетті. Біз барлық жерден өзгелерден іздейміз да ше, неліктен өлтіріп алдым деген кезде өзгелерден көру арқылы мы оправдываем себя, потому что очень больно. Шынымен мойындау өте қиын да, өзім өлтірдім деген сияқты мойындау өте қиын. Как ты думаешь? Жарқырап, секеңдеп, өмірің на рахате, на расслабоне, жеңіл сүріп жүрген әйелдерде проблема болмады деп ойлайсың ба? Проблема оларда да болды, сынақтар болды, жаным. Сынақтар болды, сынақтар әлі де болуда, понимаешь? Но, ең қызығын айтайын ба? Ешкімге, таптатуға рұқсатын бермей, до конца өзінің сол бір девочкасын өлтірмей, аялап ұстап жүрген ол от сүшкілер. Ақылды дана әйелдер. Олар өлтірмейді ішіндегі қызды. Ал біздің Ализаге оралатын болсақ, кішкентайынан биге жақын, әнге жақын, бір мың бұралып билеген кезде тартымдылығы, ән айтқан кездегі тәтті дауысы, көз қарасы мен қылықтары бәрі бойында болды. Болды, да? Сөйтіп, сол бір энергиямен тартып тұрды ғой көрерменді. 15 жасынан, кішкентай кезінен неше түрлі кружоктарға қатысып, неше түрлі жарыстарға қатысып, елдің көзіне түседі. Сөйтіп, соңғы сол бір аты шығатын кезеңде өте керемет бір әншінің көзіне түседі, әйел адамның бір конкурста ұтып алып, одан кейін барып, олар оған көмектеседі, ең алғашқы клипін түсіреді, и сол бір Лолита әнімен известная болады, атақты болады. Енді продюсерімізді білді ғой, қалай тарту керек аудиторияны. Сол бір невинность, сол бір тартымдылық, сол бір энергиямен әдемі клип түсіреді. Ол жерде Ализаның өзінің ішінде сол бір тартымдылық болмағанда, сол бір энергия ала от болмағанда, ол клип адамды соншама тартпайтын еді. Клипті қазір қаншама жылдар өткеннен кейін де қарасаңда, кәдімгі балқып кетесің ғой, өзге әлемге кетіп қалғандай. Шынымен, еркегі де әйелі де қайта-қайта айналдырып тыңдай береді. И одан кейін аты деген, дейді ғой, барлығы жағдай фанатет етіп, жақсы көріп, еркектер дрәшкілеп, өліп, армандап, осындай қатыным болса ғой деп фантазировать етіп, кәдімгі біршама жерге кетіп қалды. Әлі осы уақытқа дейін сол кездегі фанаттары қазір қартайып отыр ғой, еркектер әлі де суағады ғой, бұрынғысы. Енді сіздерге тікелей көрсету үшін мен қазір осы видеодан кейін видео отрывок көрсетемін. Ализаның женская сексуальная энергиясымен ішкі жан дүниесінің құлдырауы көрінеді ана жерде бар ғой. Реально. Просто до и после ғой. Байқалынады, қай жылдары құлдырау болды, қай жылдары өзінің ішкі оты мен алауын өшіріп алғандығы көрініп тұрады. Қай жылы деп ойлайсың? Тәтелерім біршама тірліктерін бітіріп келді. Локацияны ауыстырдым. Визуально әдемі көрініс болсын деп сіздерге. Енді продолжаем. 2008 жылы, небәрі 24 жасында. Неліктен? Тартылыс жоқ. Неліктен көз жанарындағы оты өшіп қалған деген сұрақ пайда болды менде. Өйткені маған қатты байқалынды. Сосын мен іздей бастадым. Жеке өмірі туралы ақпаратты. Әлеуметтік желіден. Себебі Ализаның берген интервьюлары өте аз. Жеке өмірі туралы информация өте аз. Көп
адамдар ойлай бастады, бұл қыз өліп қалды ма деп ше, қайда жоқ болып кетті деген сияқты. И кішкене қопарып іздейін десең, жеке өмір туралы ақпарат жоқ. Бірақ мен өзім бірден байқағандықтан мен іздене бастадым, қопара бастадым интернет әлемін. Сөйтіп, кішкентай бір зацепкадан іздендім ғой, шын айтқанда. Сөйтсек, оказывается, 2002 жылы Ализа бірінші күйеуімен танысады. 2002-2003 романтикалық отношениялары басталынады. Одан кейін барып жап-жастай тұрмысқа шығады. Тұрмысқа шыққаннан кейін аяғы ауырлайды. Вот. Бірінші қызын 2005-те босанады. Тұңғышын. Ол не жігіт, түрі қандай, ол жайында информация деген өте аз. Но мен сіздерге бір нәрсені айтайын. Біздің Ализа, оказывается, тұрмысқа шығып, махаббатқа бөленіп, ол жігітті қатты жақсы көріп, одан аяғы ауырлап, бытовухаға басымен кетеді. Знаете, когда сенің махаббатың, өзіңе деген махаббатың, өзгеге кеткен кезде, это очень отчетливо видно, невооруженным взглядом. Поэтому айтатыным, баланста ұстасайшы махаббатыңды, көп мөлшерін өзіңе арна деймін да, мен қақылдап, как всегда. Но бұл жерде басымен ана еркекке кетеді ғой. Бұл еркекте бір абьюзері болып шығады. То киімін айтып бастайды, то қылығын, то жаңағы мына жерің ашық, мына жерің мынандай, мына биің мынандай деп ше. Ол жерде не только сол күйеуі да бұны басады. Мысында басады, әйелдік сексуальный энергиясында басады, энергия, қылық, барлығын баса бастайды ғой. Ализа сүйгендіктен оның әрбір айтқан сөзін рас деп қабылдайды. Мен айттым ғой, өшіруге талпынатын адамдар көп болады өмір жолында. Бірақ қабылдау немесе қабылдамау ол өзіңе байланысты. Түсініп отырсың ба? Бұл жерде қабылдайды неліктен? Өйткені ол адамды қатты сүйеді, өзінен де қатты сүйіп кетеді. Одан кейін ішке жатырға біткен баласы сүйіктісінен, оған вниманиясын қатты бөлу, еркегіне бөлу. Одан кейін не только этот конченый бывший муж, да, тиранить етіп, абьюзерлік қарым-қатынасқа жағы бытқа батырып отырғанда әрбір өте ауыр сөздермен, но и общество. Яғни басында жарқырап өз энергиясымен шыққан қызды көре алмайтын сол Францияның қатипаштары айта бастайды ғой. Шорты қысқа, көтін сызығын көрсеткеннес, емшегінес, ужас, легкодоступная, анау, мынау, короче. Әрбір жерде хейт етіп, жамандап, жек көріп, көре алмайшы. О жақта да бар. Енді әйел көре алмағандықтан барлығын жасай бастайды екен ғой. Елдің айнасына сенетін болсаң, елдің айнасына қарайтын болсаң, сен ол жерде ең біткен адамсың ғой. Түсініп отырсың ба? Мен не айтам, не үшін айтам, сен елге бәрібір жақпайсың деп ше. Ананың айнасына қараса сен мұрның қисық, мынаның айнасына қарасаң сен развратныйсың, что-то бір қылықтарың ерсі, мынаның айнасына қарасаң сен бетбақсың, мыналардың айнасына қарасаң сен бір түрлі анасың. Түсініп отырсың ба? Әр адамның міне саған көрсетіп тұрған айнасына сенетін болсаң, сен өз айнаңа сенбей, өзгенің айнасына сенетін боласың. Когда сен өзгенің айнасына сенесің, өзгенің сөзіне сенесің, сен оны миыңмен қабылдайсың. Миыңмен қабылдағаннан кейін сенің жан дүниең қирай бастайды. Ты себя теряешь, өзіңді жоғалтасың. Өйткені сен уже давно өз айнаңа қараған жоқсың. Ал өз айнаңда сен ең сұлу, ең кереметті, ең тартымдысысың. Бірақ сен оған қарамайсың, өзге айнаға қарап
бір адамға тоқтаусыздан сен жындысың, жынды, конченныйсың деп айта берші. Ақылды адамның өз-өзіне сомнение ұстайды, мен шынымен есім дұрыс па деген сияқты ше. Егер оның өз-өзіне деген махаббаты төмендеу болса, төмендетіп алса, өзгені тыңдау арқылы, түсініп жатсың ба? Когда сенің жан дүниең қирайды, өзіңе деген сенімділігің барлығы түседі, сен уже жоғалтып алдың өз-өзіңді. Сен уже кім екеніңді өзің білмейсің, қандай екеніңді. Соншалықты әр адамның айнасына қарадың, сенің көз жанарыңнан бітіп өшіп кеткендігің байқалып тұрады. Сен даже бар ғой, өз айнаңа сенбейтін боласың. Өз айнаңда сен уже сондай конченныйсың. Такая страшненькая, старенькая, такая дряхлая. Осы орайда бір басымнан өткен оқиғаны айтып кетейінші. Мен бір тамсанған келіншек болатын да. Өзінің бизнесі бар, отбасымен бақытты, әдемі үйде тұратын. Мен өзім бір қиын кезең сәттерде соны көру арқылы энергия алатынмын да ше. Ол кезде мен блогер емеспін, ол кезде мен ешкім танымайды. Қиналып жүрген сәттерім ғой. Она такая жизнерадостная, камерадан тартып тұрады да. Бір қатты қызықтым ше. От әйел еді ғой. Но бірнеше жылдардан кейін ақ, примерно бір 5 жылдан кейін тағы көріп қалдым. Сөйтсем ол мен оқиды да қазір. А я ее совсем не узнала. Оты жоқ, көз жанары сөніп қалған. Мүлдем басқа энергиямен, мүлдем басқа келіншекті мен көрдім. Мен шок болдым. Қалай деп. Кезінде мен оған тамсанатынмын, ал дәл қазір ол маған тамсанады екен да. Мені тоқтатып алып суретке түсті да. Сол кезде мен айтам, сізді көрген сияқтым, танитын сияқтым деп. Сосын есіме түседі ғой. Екеуміз отырып кофе ішеміз. Мені көріп отырсаң. Мен айту керекпін басқаларына сабақ болу үшін. Сол кезде мен айтам да, қай кезде сен өзіңді жоғалттың деп. Бұрынғы сен қайдасың деп. Сол кезде тоқтамастан жылап маған айтты да, ішкі жан дүниесін бірге қосылып жыладым. Қалай деп. Енді ол келіншектің әңгімесі бір бөлек қой. Бірақ тоже осы Ализаға ұқсайды. Она себя потеряла. Еркегі сен кончен, сен қолынан келмейді, сен маңдайсың, сен шәлепсің деп айта берген, өшіре берген ғой. Өшіп қалған ғой, өшіп қалған. Немесе жаным, керісінше ситуациялар болады, керісінше оқиғалар болады. Шок болып, өшіп қалған жерінен қайта жанған келіншектер. Қалайсыңдар? Мен сендермен біргемін. Мені де осылай өшірді, бірақ мен өзімді жақтым өзім. Егер мен өзімді жақпағанда, мен даже Асекені те кездестірмейтін едім. Екінші рет тұрмысқа да шықпайтын едім. Жоқ жерден пар дүниені жасамаста едім. Қаншама келіншектердің көзінде ашып отырмас едім. Осындай әдемі розовый үйімде. Қыздар, менің айтатыным, отыңды сөндіру де өз қолыңда, қайта жағу да өз қолыңда. Сен өз жаныңның, тәніңді емдеушісі өзіңсің. Түсіндің бе? Өзің қаласаң, сен қайта тұрасың. Просто қалашы. Сен ойлайсың ба, дәл қазір мені өшіруге тырыспай отыр деп адамдар? Тырысушылар былай. Түсініп отырсың ба? Мен просто комментарий оқиыншы өзім туралы. Мама, ана жақта деген көміп жатады. Ол қатын, біткен қатын, бұл қатын, жәлеп қатын, развратная, тума-туысы жоқ, мына бейшара өлді, өтірікші. Ойбай, не жоқ ана жақта? Біреуі шындыққа жанаспайды, біреуі де шын емес та. Просто өзгенің қисық айнасы. Просто мен сәл соны оқып жүрегіме қабылдайыншы. Сол жерде мен біттім. Мен қара түнекке батып кетемін да орнынан қайта тұра алмай қалатын едім. Білесіңдер ме? Отыңды сөндіріп алсаң, оны жағу өте қиын, жаным. Сондықтан да айтатыным, былай аялап ұста өз отыңды. И мына жақтағы кішкентай қызды өлтіріп алма. Я?
Иә, мен білемін, менің сөзімді жаңағы өзімді сынап отыратын ақыл сымақтар көп. Қойшы, жасқа жас қосқаннан кейін деп тұрмын саған, 40-қа келгеннен кейін қартайып қалған ғой, енді өз жасына нормально келіп тұр, ол өшкен жоқ, оты нормально сияқты өзі. Или болмаса біреулер дым от болмаған ғой деп ше, 500 мың адамның ішінде 500 мың түрлі жаңағы не ғой, ойлар, негативтері де бар арасында. Мен қазір келесі видеода өзінің отын аялап ұстаған, женская сексуальная энергиясын бейтіп ұстап, әлемнен қорғап, до конца алып келе жатырған келіншекті қояйын, жыл сайын қалай жасарып сұлуланғанын көресің. Бұның барлығы мына санаға байланысты. Біреудің сөзін қабылдадың ба, өсірдің ба, болды, өзіңді өшірдің деген сөз. Ешкімнің сөзін қабылдамай, елмен сайысып, соғысып жүрсең, жыл сайын жасарып атқан сүшкілер көп. 60-қа келсе де ешкім айтпайды 60-та деп. Ешкімді өз шекарасынан рұқсатсыз аттатпайды. Ешкімнің сөзін қабылдамайды. Міне, өзінің қорғанышы көзге көрінбейтін. Анау әйелге сен рұқсат сұрап жақындайсың ғой, не то что жаман сөз айту. Барлығы да өзімізге байланысты, қыздар. Өзімізге байланысты. Өшіретін адамдар көп болады. Бірақ сен өшпе, өшірме өз алауыңды. Түсіндің бе? Ализаға оралатын болсақ, ажырасып, абьюзерлік қарым-қатынастан босады 12 жылдан кейін. И уже қирап қалған. Жаны да, тәні де уже көрініп тұр ғой. Ішкі состояниясы қандай болса, сыртқына мимикасы, ерте әжімнің түсуі, қабағының түсуі, сенімсіз көзқарас, мұрны, ерні мүлдем басқаша. Санын адамай жинаушы, оның барлығы өзіне деген махаббаттың аздығышы, түсініп тұрсың ба? Оның барлығы көрініп тұр бізге. Бірақ өмір бітті деп жатып депрессияға батып жоқ болып кетпей, қайта өзінің отын ақырындап жандыра білген Ализа танцы со звездымыға, орысша мен қазақшаны пихат ет, танцы со звездымыға қатысып бір танцор жігітпен жаңадан отбасын құрады. Одан тағы да бала көтереді и туады. Бірақ ана танцор өшіп қалған Алисаны жандырады ғой енді ше. Екеуі билеп жүрген кезде айналдырып, дөңгелетіп, аэрозоналарынан ұстап, әйел екенін сезіндіріп, екеуінде махаббат басталып кетеді ғой, жаңағы танцор жігітпен ше. Одан кейін Ализа, енді мен сенімдімін, көрмеген оргазмды жаңағы жігітпен көреді ғой. Ойбай, ракам-бокам, 69-71 деген сияқты позаларды көріп, қайтадан тынысы ашылып, бұндайда еркектер бар ма, не деп ше. Ана жігіт одан сайын жандыруына бір себепші болады да ше. Өйткені сондай комплимент айтып отыр күйеуі. Мен сондай комплимент айтам, азанда тұра салсын, мен Ализа сен сұлусың, Ализа сенің әпшуің әдемі деп ше. Қойш деп сенбейді Ализа дейді. Бірақ мен сондай оны жақсы көрем дейді. Күнделікті сендіруге тырысамын дейді. Көрдің ба? Мына жерде бит көтерілу басты. Сөйтіп жаңағы Дон Жуан екеуі бар ғой, танцор жігіт екеуі бірге қосылып, махаббат боп, анағы жерде деп Ализа оргазмға бөленіп, махаббатқа бөленіп, өз-өзіне деген самооценкасы одан сайын шарықтап, екеуі бір-бірін түсінеді, жаны тәні бір, понимаешь? Ана жігіт жақсы көреді Ализаны, қадірін біледі. Кішкентай кезде ғашық болған ғой, суы аққан ананың ше, төменгі жақтан. Сөйтіп екеуі танцевальная студия ашады, би студиясын. Екеуі билеп, кішкентай балаларды үйрете бастайды биге. Бизнестері дөңгелей бастайды. Сөйтіп ақырындап әйтеуір өз-өзіне келе бастайды. Но бірақ түп-түбірінде анау баяғы раналары көрініп тұрады да, жазылмаған жарақаттары әлі де бар. Просто өзі санасынан алғысы келмейді ау. Әлі де бір қорқынышы бар Ализаның. Көрініп тұр бетінен. Қорытындылай кетейін. Егер де жаным, жүрегіңмен сезетін болсаң, сені қасыңдағы жан-жарың өшіре беретін болса, қайта-қайта аяғынан шалып құлата беретін болса, екеуің екі бөлек әлем екендеріңді сезсеңдер, ол жерде уже ештеңені сақтай алмайсыңдар. Значит, сені
басып отыратын, сені батырып отыратын адамнан алшақтау болған дұрыс. Не важно, ол сенің байың, әке-шешең, тума-туысың, коллегаларың, құрбыларың, білмеймін, алшақ бол. Егер ол в том случае, если сен өз-өзіңді қорғай алмайсың, қорғайтын болсаң, рви всех наповал. Өзіңді қорға, шекараңды қой. Өзіңді сүйсін, сені сүюді үйрет оларға. Мені осылай сүйде. Разбор ұнады деген ойдамын. Отыңды сөндірме, жаным. Люби себя. Махаббат тек өзіңнен басталады. Всех люблю и обожаю. Ұнаса потолок реакцияңды күтемін.